Төртінші дәріс қосымшалардың мағыналық құрылымдық ерекшеліктері, көптік жалғау мен тәуелдік жалғау. Қарастырылатын мәселелер: қосымшалардың мағыналық тұрғыдан жіктелуі, бір мағыналы, көп мағыналы, синоним, антоним, амоним, функциялық қосымшалар, көптік жалғау мен тәуелдік жалғаулары. Жалпы алғанда қосымшаларды дәстүрлі жүйедегіден тыс жаңа жіктеу жүйесі бойынша мынадай топтарға бөлуге болады. Кестедегі қосымшаларды алып, мағынасына қарай қарастыратын болсақ, бір топ қосымшалар таза сөз жасамдық немесе лексикалық мағына беретін қосымшалар жатады. Олар сөз тудырушы жұрнақтар. Екінші топ лексика-грамматикалық мағына беретін жұрнақтар, яғни бұлар сөздің лексикалық мағынасын өзгертіп жібермегенмен түрлі мағыналық ден қосатын жұрнақтар, олар модификациялық жұрнақтар. Үшінші, грамматикалық мағына беретін қосымшалар, оларға жалғаулар менен таза грамматикалық мағына беретін сөз түрлендіруші жұрнақтар жатады. Төртінші, контекстік лексика-грамматикалық мағына беретін қосымшаға сөз тудырушы жұрнақтың ішінде қарастырылатын функциялық жұрнақтарды жатқызуға болады. Енді қосымшаларды беретін мағынасына қарай моносемиялы және полисемиялы қосымшалар дейміз. Моносемиялы деген бір ғана мәнде жұмсалатын қосымшалар. Мысалға, қазақы, қалмақы, алтайы, арабы дегендерде қатыстық сандық мағынаны ғана беретін жұрнақтар қолданылған. Л, д, т жұрнақтары біреуі бар, біреуі жоқ деген мағынаны беретін жұрнақтар деуге болады. Сол сияқты көптеген кірме қосымшалардың барлығы бір ғана мәнде жұмсалады. Ал полисемиялы немесе көп мағыналы қосымшалар дегеніміз бір қосымшаның өзінің бірнеше түрлі мағына беріп кетуі. Мысалға, лық, лік жұрнағы көптеген сөз таптарын жалғанып, әрқайсысында әртүрлі мағына береді. Мысалға, кісілік, достық, жақсылық дегенде абстракты заттық мағына, өсімдік, орындық, таза заттық мән, айлық, апталық, жылдық дегенде сандық, мөлшерлік мән, бірлік, үштік дегенде де сандық мән, орталық, қоғамдық, қалалық дегенде заттықпен қатысты мағыналар берілген. Ал сызсыз жұрнағы, білімсіз дегенде болымсыздық мағына, мұңсыз жұртында да болымсыздық мағына, үнсіз тыңдау, болымсыз, қозғалыссыз, яғни жоқ деген мағынаны беріп тұр, бірақ мағынасында беріп тұрған семантикалары барлығы бірдей емес деген сөз. Осындай қосымшаларда моносемия, әр қолданыста мағыналарында айырмашылық болса, оны полисемиялы қосымша деп айтамыз. Сондай-ақ амоним қосымшалар дегеніміз тұлғасы бірдей, амоним сөздер сияқты бірдей тұлғаланатын, бірақ әртүрлі мағына беретін қосымшалар. Мысалға, ық қосымшалары қазық, бұйрық, бөлік, төсек дегенде заттық мән беріп тұр. Сұйық, ашық, артық, жетік дегенде сандық мағына беріп тұр. Молық, орнық, кешік, толық дегендерде қимыл мәнін беріп тұр деген секілді. Қазақы, арабы, естегі сандық мән. Өлі, толы, жылы, жіті сандық мән, бірақ алдыңғысы менен бірдей емес. Байы, жері, жасы, тасы дегенде қимыл мәнін білдіріп тұр. Сондай-ақ д көп қолданылатын қосымшаның бірі, амоним қосымша д, т бірнеше тұлғада, бірнеше жерде кездеседі. Мысалы, итті ұрма дегенде табыс еттігі. Барады, келеді, барыпты, келді дегенде жіктік жалғауы. Барды, келді, айтты, кетті дегенде жедел өткен шақтың жұрнағы. Ал итті қонақ десек, сандық мағына беріп тұрған жұрнақ болады. Төрт түрлі қолданысы бар амоним қосымшаға жатады деген сөз. Ал синоним қосымшалар деп бір мағынаның түрлі қосымшамен берілуін айтуға болады. Мысалға, тәуелдік жалғау менен нікі, дікі, тікі қосымшалары мәндес деп көрсетеді. Мысалға, менің үйім, үй менікі дегенде. Шаң, шең, ғыш, гіш, шыл, шыл қосымшалары осы қолданыстарда бір ғана мәні беріп тұр. Мысалға,
тершең, терлегіш, тершіл деп алатын болсақ. Кіршең, кіршіл, кірлегіш десек. Яғни бір мәнді беріп тұрғандықтан бұларды синоним қосымшалар деп айтамыз. Антоним қосымшалар деп көп емес, яғни қарама-қарсы мағынадағы сөздер жасайтын қосымшаларды айтамыз. Л мен сіз қосымшасы антоним қосымша болып келеді. Бар, жоқ деген мәнде жұмсалады. Немесе барды, бармады десек, біреуінде қосымша жоқ болғанменен болымдық, болымсыздық мағына, бұл да антонимдік жоқ құрайды. Тілімізде кірме қосымшалар бар, яғни басқа тілден енген қосымшалар. Мысалға, қосымшасы, паз, хана, стан дегендер барлығы кірме қосымшаларға жатады. Ал енді құрамына қарай жалаң және құранды деп бөлуге болады. Бір дыбыстан тұрса, немесе бірнеше дыбыстан тұрып, бөліп жаруға келмейтін болса, онда жалаң қосымшаға жатады. Ал енді құрамын екі тұлғаға немесе үш тұлғаға бөлуге болатын болса, онда ол құранды қосымшаға жатады. Шылық дегенде шаруа, шылық. Ымды, ұнамды екіге бөлуге болады. Атын, етін қосымшасы да қазіргі тіл тұрғысынан алғанда бөлуге келмегенменен бар, атын деген тұлғаға бөлуге болады. Оған дәлел бара тұғын, келе тұғын дегенде тұғын деген тын етістік таза қимылдың мәнін беретін негіз дара етістік болатын болса, а деген бара тұғын, бара тұрған деген сияқты мәнінен шыққан қосымшаның жұрнағы деуге болады. Сонымен қатар қосымшаларды сөз жасам қосымшаларының ішінде функциялық қосымша деген бір топ қосымшаларымыз бар. Бұл қосымшаның ерекшелігі сөйлемде, контекстте сөз тудырғанменен толыққанды сөз ретінде сөздікке енбейтін сөздерді жасайды. Мысалға, итті, қонақ, балалы үй, мысалға, қалталы кісі десек, д, бар деген мәнді беретін жұрнақ, сын есім жұрнағы. Бұл жерде зат есім мен сын есім мәнін тудырып тұрғанымен, бұл сөздердің барлығы толыққанды сөз ретінде сөздікке енбейді. Таяқ тастам, сүт пісірім, қайнатым жұрнақтары да осындай контексттік сипаттағы сөздерді тудырады, бірақ бұл сөздер толық мәнді сөз ретінде жаңа бір сөздіктің реестрінің қатарын құрай алатындай сөз жасай алмайды. Шыршы жұрнағы, зат есімге жалғаны, мысалы, әнші, қойшы, биші деген көптеген сөздер жасағанменен етістікке жалғанған кезде де сөз тудырады, бірақ бұл да толыққанды сөз емес. Сөйлеуші, айтушы, келуші, айғайлаушы, сыбырлаушы дегенде уақытша сөздер деп қабылдаймыз. Лық лік жұрнағын қандай ел мекен атауы болса да жалғай аламыз, бірақ енді оның барлығын қойып отырып сөздік жасау мүмкін емес нәрсе, әрі қажеті де жоқ. Демек, бұл сөздер толыққанды сөздіктің ретінде сөз емес, контекстік сипаттағы уақытша сөздер деп қабылдауымыз керек. Сол сияқты лап, леп, дап, деп, бағалап, аталап, інілеп, абайлап, әсептеп дегендердегі жат септігінен кейін жалғанатын г жұрнағы барлығы контекстте бір сөз табынан екінші сөз табын жасап өзгерткенмен толық мәнді сөздер емес. Сол себепті бұл қосымшаларды функциялық сипаттағы сөз тудыратын қосымшалар деп қараймыз. Мұндай қолданыстар Абайдың қара сөздерінде өте көп кездеседі. Келесі кезекте жалғаулардың ішінде кездесетін көптік жалғау, тәуелді жалғауларға тоқталамыз. Жалпы жалғау деп нені айтамыз деген кезде, жалғау деп сөз бен сөзді байланыстырып, түрлі грамматикалық мағына үстейтін қосымшаларды айтамыз. Басты ерекшелігі, басқа қосымшалардан айырмашылығы олардың сөз бен сөзді байланыстыра алу қасиеті. Жалпы алғанда дәстүрлі жүйеде біз жалғауды төртке бөлсек, көптік, септік, тәуелдік, жіктік деп, ал енді жіктеу жаңа кестеде субстантивтік адвербиалдық және предикаттық жалғау деп бөлеміз. Көптік жалғау деген ұғым тіл білімінде көптік категориясы деген ұғыммен қатар қолданылады. Көптік категориясы. Көптік
Жалпы категория деген сөз ол түрлену жүйесімен байланысты. Яғни көптік жалғау бүкіл зат есімге жаппай жалғанатындықтан зат есімнің категориясын құрайды. Демек тілде көптік жалғау деген ұғым бар, көптік категориясы деген ұғым бар. Жалпы категорияның бір белгісі категория болу үшін ол жаппай түрлендіруге негіз болу керек сол сөз табын, және оның түрлі формалары болу керек. Яғни бір емес бірнеше түрлі формамен берілу керек. Ал енді көптік жалғауымыз бізде лар, лер, дардер деген бір ғана жалғау менен көптік категориясы жасалмайды. Демек көптік категориясын берілу жолдары, осы мағынаны берудің түрлі тәсілдері, жолдары бар. Көптік мағынамыз үш тәсілмен де беріле алады. Мысалы синтетикалық тәсілге лар, лер, дардер көптік жалғаудың өзі жатады. Біз келдік деген секілді көптік жалғау жатады. Жіктік жалғауы және біз дегеннің құрамындағы з деген екілік ұғымның көрсеткішін беретін жалғау жатады. Келесі аналитикалық тәсілге зат есім менен сан есімнің тіркесі 100 қой, 10 кітап деген секілді осындай тіркеспен келген сөздерді алатын болсақ, семантикалық тәсіл көп, мол, қыруар, бірталай, біршама деген сияқты сөздердің семантикасы арқылы да көптік мағына беріледі. Демек көптік категориясы тек қана лар, лер деген бір ғана жолмен емес, түрлі тәсілдермен жасалатындықтан көптік категориясын құрай алады. Сонда көптік категориясына қандай белгілер тән деген кезде көптік категориясы құрайтын басты белгілер ретінде мыналар көрсетіледі. Біріншіден, ортақ грамматикалық мағына болу керек. Яғни қандай жерде жалғанса да көптік жалғаулары немесе басқа да тәсілдері көптік мағынаны береді. Екінші, формалар жүйесі. Формалар жүйесі тек қана лар, лер емес, үш түрлі тәсілмен, синтетикалық, аналитикалық, лексика-семантикалық тәсілмен беріледі. Үшіншіден, көптік категориясында берілетін тұлғаларының барлығының мағынасы тең емес, олардың мағынасында айырмашылық бар. Көптік категориясындағы мағыналық қайшылық, айырмашылық ол жекешелік ұғыммен салыстырғанда көрінеді. Келесі, көптік категориясының сөз табының түрлену жүйесі, яғни зат есім жаппай түрленетіндіктен зат есімнің грамматикалық категориясы деп атаймыз деген сөз. Көптік жалғаудың негізгі білдіретін мағынасы көптік мағына екені белгілі. Бірақ барлық жағдайда ол көптік мағынаны білдіре бермейді. Мысалға, балалар кітаптар дегенде таза көптік мағына беріп, заттың көптігін көрсетсе, қырықтарда, ертеңдері дегенде көптік мәні жоқ. Бұл жерде, мысалға, жасы қырықтарда, ертеңдері барып қалар дегенде болжалдық мағынаны беріп тұр. Ойлар, сәулелер дегенде бұл саналмайтын сөзге де кей жағдайда жалғанады. Бірақ ондағы мақсат оның көптігін көрсету емес, оның әр түрлі екендігін көрсету. Сондай мағына береді. Ал енді кісі аттарына жалғанады. Мысалы, абайлар, дәурендер десек, немесе әкемдер, әжемдер деп қолданамыз. Бұл жерде әкенің, әженің көптігі емес, әжем және оның қасындағылар, абай және оның қасындағылар деген сияқты топтау мақсатында жұмсалады. Астарыңды ішіңдер, ауылдарыңа қайтыңдар деген кезде мұндағы көптік жалғау астың көптігін емес, оны орындайтын ішетін адамның көптігін көрсету. Ауылдарыңа қайтыңдар. Ауылдар көп, ауылдардың көп екенін айту мақсат етіп тұрған жоқ. Бұл жерде қайтатын адамның көптігін, яғни қимыл әрекеттің көпке ортақ екенін көрсету үшін қолданылып тұрған форма деп қабылдаймыз. Көптік жалғау барлық зат есімге бірдей жалғана бермейді. Мәселен, бірыңғай мүшемен келген сөздерде соңғы сөзге ғана жалғанатын болса, саналмайтын сөздерге көптік ұғым жалғанбайды. Жақсылық, достық, ақыл, білім дегенде саналмайтын болғандықтан. Ал кей жағдайда жалғанып қалса, оның түрлі стильдік мәні болады. Ойлар деген секілді әртүрлі екенін көрсету мақсатында. Ал көп адам, 100 кітап дегенде бұл санның көптігі сөздер арқылы көрініп тұрғандықтан, ары қарай көп адамдар, 100 кітаптар деп жалғауға болмайды. Қайталама, қос сөздер, бұл да аналитикалық тәсілдің бір жолы, көптік мағынаны берудің бір жолы болып табылады. Бұдан кейін де көптік жалғау дұрыс емес деген сөз. Енді көптік жалғауға байланысты бір мәселе бар.
көптік жалғау сөз бен сөзді байланыстыра ала ма, жоқ па деген мәселе. Көптік жалғау таза зат есімге жалғанса, онда ол сөз бен сөзді байланыстыра алмайды, тек қана көптік мағына береді. Мысалға, бала ойнап отыр, балалар ойнап отыр. Бұл жерде байланыстырып тұрған, бастауыш пен баяндауыш байланыстырып тұрған көптік жалғау емес, ол тек қана заттың көптігін білдіру үшін қолданылып тұр. Демек, көптік жалғау сөз байланыстыруға қатыспайды. Зат есіммен тіркесіп келгенде сөз байланыстыруға қатыспайды деген сөз. Сол себепті қосымшалар жіктеу кестесінде көптік жалғау жалғаудан гөрі жұрнаққа жақын деп грамматикалық жұрнақтың ішінде қарастырылады. Келесі, сендер келдіңдер дегенде соңғы дерді алып тастап айта алмаймыз. Сендер келдің. Сіздер барғансыз деп айта алмаймыз. Демек, бұл жерде көптік жалғау сөз бен сөзді байланыстырып тұр. Демек, екінші жақта жіктік жалғаумен қабаттасып келген жағдайда көптік жалғау сөз бен сөзді байланыстырады деген сөз. Ал енді таза зат есімімен келген жағдайда ол байланыстыра алмайды деген сөз. Көптік жалғаудың сөз байланыстыруға қатысы дегенде осыны айтуға болады. Келесі мәселе тәуелдік жалғауы. Тәуелдік жалғаудың негізгі беретін мағынасы тәуелдік иелік ұғым. Ұғымды беру. Яғни бір заттың екінші бір затқа тәуелді, соған қатысты, соның меншігіндегі зат екендігін көрсету үшін қолданылады. Осыған байланысты бір мәселе бар. Тәуелдік жалғауы көбінесе мына нікі тікі жұрнағыменен синоним тез, екеуі бір мағына беретін тұлғалар деп көрсетіледі. Негізі ол екеуі дұрыс емес, бір-біріне сәйкес келе бермейді. Менің кітабым дегенде дегеннің орнына нікі-дікіні қоятын болсақ, кітап менікі. Бірақ бұл жердегі нікі-дікі жұрнағы меншіктелуші затқа емес, меншік иесіне жалғанып тұр. Меншік иесіне менікі. Яғни ілік септігіндегі сөзге жалғанып тұрған бір тұлға деп қарастыруға болады. Ал енді бұл қайдан шықты дегенде, нікі жұрнағы менің кі дегеннен қысқарған тұлға деуге болады. Яғни ғ, г, деген жалғаудан кейін келетін жұрнақ ілік септігінен кейін жалғанып, сөйтіп қысқартуға негіз болып тұр. Демек, бұл жалғаудың ілік септігінен қысқарған формасы. Ілік септік меншіктік мағына береді, тәуелдік жалғау тәуелдік иелік мағына береді. Сондықтан бұл екеуі бір нәрсе емес. Келесі, тәуелдік жалғаулары тәуелдік категориясын құрайды. Тәуелдік категориясын құрайды. Оның категория болатындай басты белгілері мыналар. Біріншіден, ортақ грамматикалық мағынасы бар. Яғни бүкіл тәуелдік жалғауының басын қосатындай ортақ грамматикалық мағына бар. Ол мағына тәуелдік иелік мағынаны беру. Екінші, тәуелдік категориясын құрайтындай бір ғана жалғау емес, бірнеше түрлі жалғаулар болу керек. Яғни формалар жүйесі болу керек. Форма жүйесі кемінде екеу болу керек категорияда. Формалар жүйесі дегенде тәуелдіктің бірінші, екінші, үшінші жағы бар, жекеше көпше түрі бар. Онда 7 түрлі жалғау болғандықтан 7 деп көрсетуге болады. Енді мағына қайшылығы. Бұл қосымшалардың беретін мағынасында айырмашылықтар бар. Мысалға, менің кітабым бірінші жақ, сенің екінші, оның үшінші жақ деген сияқты. Менің бірінші жақ жекеше болса, біздің кітабымыз деп алсақ, көпше түрде, яғни екеуі бір-біріне тең емес. Мағыналық айырмашылықтар бар деген сөз. Келесі тәуелдік категориясы, яғни тәуелдік жалғаулары зат есімді жаппай түрлендіре алатын болғандықтан, зат есімнің грамматикалық категориясын құрайды деген сөз. Келесі тәуелдеуде екі оңаша тәуелдеу бар және ортақ тәуелдеу бар. Ол меншік иесіне байланысты ма, меншіктелуші затқа байланысты ма деген сұрақ туындайды. Бұл меншік иесіне байланысты. Меншік иесі біреу болса, менің, сенің, сіздің, оның деген сияқты оңаша тәуелдеу. Ал енді меншік иесі көп болса, біздің, сендердің, сіздердің, олардың деген сияқты ол ортақ тәуелдеу болады. Демек, ол затымыз біреу болса да, бірнешеу болса да, меншік иесі бірнешеу болса, ол ортақ тәуелдеуге жатады деген сөз. Тәуелдік жалғауларының бір ерекшелігі кейбір жағдайда түсіп қалып қолданыла алады.
негізінен түсірілмейтін жалғау көбінесе тәуелді жалғаумен қатар келетін іліксептіктегі сөз қолданса, кей жағдайда бірлі жарым қолданыстарда тәуелді жалғауында түсіріп айтуға болады. Ол бірінші жақта біздің үй, сіздің үй деген сияқты бірінші жақта, екінші жақта осы есімдіктермен келген кезде, өзіміздің үш есімдікпен келгенде екінші тәуелді жалғауында сөз түсіріп айтуға болады. Сондай-ақ көркем шығармаларда, ауыз әдебиетінің қолданыстарда, мәселен, Қыз жібек жырында Базарбайдың төлегені деген орнына төлеген деп қолдану, Қобыландының тайбұғыл қолданып жатыр жырындағы. Ол контекстке, өлең жолына байланысты осылай қалыптасқандықтан осылай қолдануға болады. Негізінен тәуелді жалғауын түсіріп айтуға келе бермейді. Тәуелді жалғауына байланысты айтатын тағы бір мәселе, кейбір жағдайларда тәуелді жалғауы өзінің мағынасынан, қызметінен айырылып қалған. Мәселен, көкем, жарығым, апасы-ау, әкесі-ау дегенде, менің көкем, менің жарығым, оның апасы-ау, оның әкесі-ау деп қолдануға алдына есімдікті қоюға болады. Демек, ол түрлі жаққа қатысты таза тәуелді жалғауға. Ал енді тура осындай тұлғалар осы күні, сол күні, күні кеше, күні ертең, күндіз түні, күндердің бір күні дегенде түбірді, мысалы, күн деп алуға болады. Бірақ күні дегенде, күні кеше дегенде бұл тәуелді жалғау бола алмайды. Бұл тәуелді жалғаулары өзінің мағынасынан айырылып қалып, үстеу жасауға негіз болып кеткен, көнеленген жалғау деп қабылдаймыз да, оны бөліп ала алмаймыз. Қайсысы дегенде, мысалға, бөліп алуға келмейді, ал қайсысы десе, мысалы, баланың қайсысы дегенде, ол қайсыны түбір деп алып, ал сыны тәуелді жалғау бөлуге болады. Бәрі дегенде бөліп ала алмаймыз, бәрісі дегенде бөліп алуға болады деген сөз. Әдейі, арнайы, үнемі, ұдайы, кері дегенде де тәуелді жалғауына ұқсағанменен оны бөліп алуға келмейді деген сөз. Жалпы алғанда тәуелді жалғауына, көпті жалғауға және қосымшаларының жіктелуіне байланысты осы нәрселерді айтуға болады.